Ildana. Ildana. Гүлдана? Ildana. Елдана. Иә. Балалар сөз жеткіздім. Иә. Оны біз оқыған Қазақстан алға. Оқып кеттің ба? Мен 1942 жылы 1 қаңтар күні дүниеге келіппін. Соғыс жүріп жатқан кез, неміс басқыншылығы кірген, соғыс жүріп жатқан, сол кезде соғыс тоқтасын деп, атымды Тоқталбек деп қойыпты. Соғыстың кезінде туылдық, әке-шешеміз жұмыста ас жалаңаш өстік. Картоп жедік, жуа жедік, қой сағымтақ беріп жедік. 8-9 жасқа келгеннен бастап бізді жұмысқа жетті. Соғыс біткеннен кейін ауыл шаруашылығын көтеру керек болды, стройканы жүргізу керек болды. Жұмыс қолы жетіспеді, баланы бала демеді, шал демеді, кемпір демеді, барлығын жұмысқа салды. Бұл кезде трактор жоқ, атпенен жыртылды жер, өгізбенен жыртылды жер. 4 классқа іліндім, түнделетіп апарып жұмысқа салап, оқу жайына қалап, күні түні жұмыс істейміз. Октябрьдің 10-ына дейін біз сабақтың, мектептің бетін білмейміз. Аяқ киім жетіспейді, киім жетіспейді, ас жалаңаш. 1953 жылдың марты 4 класс оқимын. 4 март күні Сталин өлді деген хабар келді. Оның налогы көп болды ғой, ол кісінің. Тапсаң соны тап, тауығың бар ма жоқ па, 100 жұмыртқа саласың. Малың бар ма жоқ па, 1 килограмм жүн саласың, тері саласың, 50 килограмм ет саласың, 100 литр сүт құясың, сондай налогтар болған. Малі көп Сталиннің салыққа салған салықтарының барлығын алып тастады. Содан халық нан жей бастадық. Бір жыл нан жей бастадық, 53 жылдан бастап. Оған нанның не екенін білгеніміз жоқпыз. Үлкен кісілер жұмыс істегенде, полный жұмыс күн істегенде, бір тұрда діней деген жазды, тұрда діней. Ал бала шағамыз істегеніміз жарты тұрда діней жазылады. Күні кешкесе түнімізде жартақ тұрда діней жазылады. Ол кезде бір ауыл, бір колхоз. Біздің ауыл Буденный колхозы болатұғын. Ол кезде президент демек, Советский Союздың бірінші секретары деп есептелінетін. Соған бірінші секретар болып болғанын сайланды. Болғанын сол Маленковтың ізіменен, соның жолыменен жұмыс істеді, 2 жыл істеді. 2 жылдан кейін 1956 жылы Хрущев тағайындалды, бірінші секретар болып қалып. Қанша мал ұстасаң берсең, мысалы үшін мен өзім мынау Союздар бөлінген кезде 17 қара сиыр малынан болды мен өзімде, 11 жылқым болды, 120 саулығым болды. Қойдан мен колхозда жұмыс істедім, Ленин колхозында. Ленин колхозы, колхоз өкіметтен суд ала алмайды, ештеме ала алмайды, самоокупаемость дейді. Өзін өзі қаржыландыру деген сөз. Қазақша айландырғанда. Өзім колхозым, өзім малыменен, өзімнің есіменен, ана асығын замайттайды, малымен етін береді, күнін бере табыстайды, сонымен өзім халқым зарплатын төлеп отыр, өзім өзі балдарды оқыту керек болды, өзім балалы болдым, шағалы болдым. Енді осындай жақсы өмір сүріп, жақсы еңбек еттім. Өкімет бағалады, газға почет қойды, грамотасын беріп, почетный, похвальный грамоталарын, неше сияқтар болды. Енді пенсияға шықтым, пенсияға шыққанда сен Қазақстанға жұмыс істеген жоқсың деп минимальный ғана бірдеңе пенсия беріп қойды. Жақсы өзгерістер болды ма? Қазақстан құрғаннан бері ма? Қандай өзгеріс бар? Өзгерістер, әркім өзі білетін өзгерістер. Әркім өз басын өзі қалай емес. Сендерге біз өзіміздікін бітірдік, енді сендерге жақсылық болсын. Сендер аман болыңдар. Елдананың апасымын. Атым Сәуле, фамилиям Нұртазина. Әкемнің аты Жамалиевна. Мені оқушыларым, замандастарым барлығы Сәуле Жамалиевна деп атап кеткен. 34-ші жылы туған,
Çet Tiller İnstitutuna okuğa түсіп, соны 56 жылы бітірдім. Содан менің еңбек жолым сол жылдардан бастап, көп жылдар бердім, мектепте сабақ бердім, неміс тілінен. Содан Зейнетке шықтым. Білім беру мен үшін ол кезде жаман болған жоқ. Мен үшін жаман болған жоқ. Мен қанша совет үкіметі құлады. Жақсы мұғалімдердің алдынан өткен оқушы жақсы студент те болды, жақсы ұстаз да болды. Мұғаліміміздер де әртүрлі болды. Соғыс кезінде мұғалім де болған жоқ. Соғыс біткеннен кейін бізге осы Алматының институтын бітірген жас кадрлер келе бастады. Бақаш деген мұғаліміміз, Гүлжан деген мұғаліміміз. Қалай жақсы болды. Біз олардан көп нәрсе үйрендік. Құдайға шүкір, біз жаман болғанымыз жоқ, жақсы бітірдік. Бізді қолдады, бізге жәрдемдесті, білмегенімізді үйретті. Облыстық депутат болдыңыз. Әрине. Дұрыс ұстаз болғанымда елек ескерді ме? Мектеп басшылығы, облыс басшылығы, аудан басшылығы мені облыстық депутат етіп сайлады. Засимовка деген жерінде телефон жоқ болатын, қосылмаған, радио қосылмаған болатын. Соны маған тапсырып, сол мен көпшіліктің алдында сол сұрақты қойып, сол сұрақты шешіп, ауылға радио, телефон орнатқызып бердім. Қандай үлес алып келді сізге? Мен көпшіліктің ортасында болдым. Көптің тілегін шеше алмай жатқан шешуге көмектестім. Мені барлығы жақтады, қолдады. Рахмет. Мен совет одағы кезінде мен жамандай алмаймын. Мен үшін мұғалімдерге өте жақсы көңіл бөлді ол кезде. Мұғалімдер үй іздемеді, отын іздемеді, свет іздемеді, бәрі бесплатно болды ол кезде мұғалімдерге. Соғыстан кейінгі ауыр жыл болды ғой балалар. Сендер көрген жоқсыңдар соғыс кезіндегі, соғыстың аяғындағы жылдар өте Қазақстан үшін өте ауыр болды. Соғыстың кезінде жазатын қаламымызды, дәптерімізде болмады. Оқитын кітабымызда болмады. Сонда бұрынғы үйде қалған кітапты алып, сол кітаптың ішіндегі арасындағы әлгі жолдың строкалар бар ғой, соның арасындағы бос жерге біз жазу жаздық. Дәптер жоқ. Соғыс біткеннен кейін институтқа түскен жылдардағы карточный система дейді. Мынандай карточкамен бересің, сонда алатын өзгермендей грамм нан қиын болды қашқан. Соның бәрін біз жеңе білдік. Сол қиыншылыққа көне білдік. Біз оқимыз деген ниетіміз болды, сол ниетімізді біз іске асырдық. Тырысып, мен үшін жаман болған жоқ. Жаман болған жоқ, мен жаман болды деп айта алмаймын. Неге десең мен мектепте оқыдым, мен институтта оқыдым. Жасқа келгенде сөз сөйлеу, барлығын есте сақтау қиындау көрінеді балалар. Мен енді қазір көп мән бермеймін мына жаққа қалай оқытатынын. Бұл кезде қандай оқулық берілді, қай жақпен оқы деді, оқыдық. Бірақ енді шын өтірігін көбінесе кейбіреулер енді бұрмалап отыр, жамандап әлгі біздің тарихымызды жоққа шығарып ақындап итермелеп, өйткені тарихи әлгі деректер көп қазір шетелде, Қытайда әсіресе. Анау Италияда біздің картамыз бар. Біз әлгі ежелде мемлекет болмады, біз әлгі жабайы адамға тарта бастағандар әлгі. Негізі мынадай саясат болды ғой. Редияр Киплингте бар, сөзі бар. Комплекс белых господ дейді. Әлгі өздерін жоғары санайды деп қалғандан төмендетеді. Мысалы сол расовый дискриминация деген содан кеткен. Содан национализм деген содан кеткен. Ана әлпеті түрі ақ болса да, шықара. Ол имперский амбиции деп айтады. Сол әлгі Ұлыбританияның кісі болатын. Қазіргі Американың кісі. Дүние жүзінде қаншама ана
демократия орнатып не істеді Африканың елдерін, қазір әлгі Сирияның бәрін де барып олар көмек ретінде емес, олар бас соның бәрін бағындыру үшін. Олардың арасында сол саясатқа діндер де саясат. Әлгі қиын болды ма, қиын болмады ма, әлгі жарайды қателер болғанмен енді қайтадан түзеу үшін секені шұғыл бұрып жатырмыз. Шұғыл бұру ол дұрыс емес, менің ойымша. Мұны өзі рет-ретмен жасау керек. Қазір әлгі национал патриот дейді, националистер бар. Арасында әрқайсының өзінің пікірі бар. Біреу айқай салады. Оның бәріне әлгі не деші, сабырлықпенен сол жаңа идеология енгізу керек. Әлгі басынбайтын, басқа ұлттардың кемсітпейтін. Өйткені біз бұрыннан бері қалыптасып, бір мемлекет, бір ел болып көрші болып тұрғанбыз, бір-бірімізбен араласып, бір-бірімен туыстасып та кеттік. Қазір тек ортасына әлгі шауып бөлу деген болатын идеология болмау керек. Бұның өзін шыдамдылық бізде айтамыз ғой, толеранттық. Шыдамдылық болу керек бізде. Өйткені бүкіл дүниежүзі біледі біздің қазақтардың қандай толерант екенбіз. Қандай дін болсын, қандай мәдениет болсын, оның бәрін қолдаймыз жақсы жерлерін. Мысалы, әр елдің өзінің мәдениеттерін жақсылығын көріп отырмыз ба? Соны ғана нету керек. Біз тек қана жаман шабынға көреміз де, соны көтеріп, бұрмалап ана жақсы нәрсені ұмыта бастадық. Менің ой сол. Ол кезде елдің бәрі көріп отыр қандай екен. Жақсы егемендік алдық, ол да жақсы. Сол кезде сол жаңағы басындағы тақырыптағы сұрақтарында идеологияның сол кезде әлгі әлеумет жағынан экономика, саясат бәрін жақсы көтеріп келетқаннан кейін енді өздерің білесіңдер, оны ешкім жасап жатқан жоқ. Оның бәрін бір жаққа бұрмалап, біреулер ғана пайдалана бастады. Елдің бәрін қазір көресті. Мысалы, КСРО әлгі ұлы отан соғысынан кейін 25 жылда үлкен 15 республика мемлекетті қайтадан экономикасын көтерді. Қаншама қираған қалаларды орнына тұрғызды. Мен байқаймын, мен шындығын айтайын. Қаншама ауыл шаруашылығының бәрін төмендетіп жатыр. Ауылдардың бәрі құрып жатыр, кетіп жатыр. Негізі Қазақстан жері ауыл шаруашылығы, мал өндіру керек. Мысалы, мал көбейтсек, егін егісті көбейтсек, соған өкіметіміз дотация беріп, көмек беріп отырса, тек әлгі салықтарменен, әлгі проценттермен қылғындыра бермей, елдің бәрі соларға сондай демеу берсе, ауыл шаруашылығында біз дүниежүзінің енді бәрі болмаса да, жарсын болмаса енді жарсын. Мысалы, азық-түлік проблемасы шешер едік. Қазір орысша айтады ғой, продовольственный кризис. Халыққа берілген мерем, халықтың меремі болады. Оны негізі қазір көп айтып жатыр, ол төңкеріс деп айтса, төңкеріс емес, ол революция болды. Дәлелдеді ғой. Төменде жатқан халық бұрынғыдай тұруға шыдай алмады. Жоғарыда отырған билік бұрынғыдай басқара алмайды, қалды уже. Сол кезде мынау көтеріс болды. Көтеріс сол революцияға, сол әлеуметтік. Социальная революция, великий октябрь, социальный, енді октябрьде болды. Енді ал 1 мамыр, сондықтан бұл ана өзің етесің ғой, кімдердікі? Ер, әлгі лозунгы болды ғой, бейбітшілік, еңбек, май деп әлгі кәдімгі лозунгы бар шығатын. Кім шығатын, кімді құрметтейді мен алдымен? Еңбек адамын құрметтейді. Сол комбайнер болсын, диқаншы, малшы, мен соларға кезде неге сол екі мерекеге нет тұрғаным, халық бүкіл шығатын. Қазір мерекелер қайда? Барса барады. Көбінесе шоу жасайды, концерт береді, ол жақсы. Еңбек адам шахтер шығатын, герой соттыруда деймін. Мына қойшы 100 қойдан бірінке осыншама 100 бірінке бас қоз алды. Оларға премия береді. Сол кезден жарайды енді. Мемлекетте, мысалы сол автомобильдер, соларға кезекте тұрмайды, оларға ең алдымен береді. Онан кейін барып интеллигенцияның адамы, ол ито кезекте тұрып алады. Ито еңбегі сіңірсе, сонда оларға көрінбес стимул қандай болды. Мысалы біздің ауылда қойшы мен малшылардың балалары, біз интеллигентный балаларымыз. Мен интеллигент деп айтамын, енді әкешем, мұғалім. Олар бізден жақсы киінеді. Жақсы киінеді, то есть оларға ең алдымен солар келеді. Оларға сервистік әлгі немесе өкіметтің көмегі болады. Олар әлгі кино далада әлгі қой бағып жатыр, немесе әлгі егін орып жатыр, соларға кино келетін көрсетеді. Солардың балалары ең алдымен оқуға түсе алатын. Оларға мүмкіншілік берген. Сонда мына еңбек адам ең алдымен жоғары көтерген. Солай болды біздің заман. Мен КСРО ма Қазақстан ба дейді. Менің Қазақстаным бұрынғы КСРО сияқты болса ғой, жарайды әлгі өз егемендігін алдық, бірақ сол кездегідей сол әлеуметтік сол политикасын, саясатын, сол қазір экономикасын сөйтіп көтерсе, одан кейін сол мына әлеуметтік жағдайлар көтеріледі.